Әлеуметтік салаға келгенде біздің үкіметтің аянып жүрмегені белгілі. Соңғы жылдары жағдайы төмендердің тұрмысын түзеу үшін қазынадан миллиардтаған қаражаттар бөлінді. Алайда сол тиындардың тиісті жерлеріне жетпей жатқандығында көз көрді. Мұндай олқылықтарға неге жол беріліп жатыр? Осы және басқа да сұрақтар төңірегінде кезінде осы саланың тізгінін ұстаған экс-министр Тамара Дүйсенова ой қорытты. Тізгінді әріптесім Медетжан Ызғұттыға ұстаттым. Қымбатты көрермен, бүгін біз еңбек ресурстарын дамыту орталығының президенті Тамара Дүйсенова ханыммен сұхбат құрмақпыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Бұл орталық енді кезінде өзіңіз басқарған министрлікке қарайды. Немен айналысады, бір екі ауыз сөзбен? Негізінен бұл орталық 18 миллион халқымыздың туралы ақпараттың барлығын жинақтаушы үлкен қор деп айтуымыз болады. Яғни бала толып дүниеге келгеннен бастап қария жасқа жеткенге дейінгі азаматтар туралы ақпараттар, оларға берілетін мемлекеттік көмек, әлеуметтік төлемдер, сол ақпараттың бәрі осында тұрады біріншіден. Екіншіден бұл орталық әлеуметтік еңбек жүйесіндегі стратегиялық жобаларға өзінің үлкен ұсыныстарын жасап отыратын орталық. Енді президент биылғы алғашқы жолдауында осы әлеуметтік салаға көп көңіл бөлінетінін айтты. Енді ол кезінде өзіңіз біраз бастаған жобалар қазір жүзеге асып жатыр. Не істеу керек, қандай кемшіліктер бар, не істелмей жатыр? Жолдаудағы ең үлкен мәселе бірінші аз қамтамасыз етілген азаматтарды әлеуметтік қорғау мәселесі болды. Білесіздер, биылғы жылы үкімет заңдарға өзгеріс енгізді. Ондағы негізгі мақсат аз қамтамасыз етілген азаматтарға және олардың осы отбасыларда тұратын балаларға қомақты көмек көрсету болатын. Бүгінгі таңда бірінші жағынан атаулы әлеуметтік көмекті қазір 2 миллионға жуық азаматтар алып жатқан болатын болса, екінші жағынан үлкен сын да бар. Ол сынның себебі негізінен жұмыс істеуге мүмкіндігі бар, жұмыс істейтін және табысы бар азаматтардың да атаулы әлеуметтік көмек алып отырғанында. Яғни әрбір салық төлеуші ол өзінің төлеген салығын балаларды оқытуға, ауру азаматтарды емдеуге, немесе мұқтаж азаматтарды объективті түрде мұқтаж болған азаматтарды қолдауға жұмсауға ешқандай қарсылық жасамайды. Ол біздің қоғамда да, басқа қоғамда да. Сондықтан да қазір министрлікпенен жергілікті органдар біздің сенімді орталығымызда қосылып, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы атаулы әлеуметтік көмекке байланысты әлі де даулар бар. Кейбіреулер әлі түсінбей жатқандар бар. Өзіңіз айтқандай, заңсыз алғандар кері ақшасын қайтару керек деген де сөз бар. Енді неге әлі дау басылмай жатыр? Биылғы жылғы өзгерісте әрбір балаға 20.789 мың теңгеден берілу мәселесі қарастырылған. Сондықтан да көпшілік ата-аналар жұмыс істейтін болса да, осы қаражатты мемлекеттен алу мүмкін барлық балаларға деген ұғымда. Сондықтан да мен қазіргі ұсынысым сол, егерде көп балалы отбасыларда осында атаулы әлеуметтік көмекке ұмтылып балаларға қажетті әлеуметтік төлемді төлеу керек деп отырған болатын болса, онда балаларды сол атаулы әлеуметтік көмектен шығарып, көп балалы отбасылардағы оларға басқа түрде табысына қарамастан берілетін әлеуметтік төлемдер қарастырылу қажет шығар деген қазір осындай ұсыныстар бар, соны қарастыруымыз керек. Сонда ғана біз атаулы әлеуметтік көмекті бұрынғыдай қосымша әлеуметтік көмек ретінде қарастыруға мүмкіндік бар. Ал бұл бір мәселе, мына көп балалы отбасылар жағынан. Екінші мәселе, жаңағы айтқан, жұмыс істеп жүріп, табысы бар азаматтардың атаулы әлеуметтік көмек алу жөнінде. Әрине бұл заңға сәйкес, егер де жұмыс істемей жүрген азаматтар болатын болса, онда атаулы әлеуметтік көмекті бағдарлама бар, еңбек деген бағдарлама, жұмыспен қамту бағдарламасына қатысып барып алу керек. Осы жөнінде де бұл жергілікті жердегі біздің атаулы әлеуметтік көмекті тағайындайтын органдардың да кемшін тұстары бар. Сондықтан қазір министрлік осы атаулы әлеуметтік көмекті беретін заңнамаларға өзгерістер енгізіп, түсіндіру жұмыстарын бастады. Зейнетақы қорындағы ақшаның біраз бөлігін алуға болады деген нәрсе қазір қызу талқыланып жатыр. Ол енді барлығына бірдей берілмейтін шығар. Қалай берілетін механизмдер енді бұрында қарастырылған шығар? Бүгінгі таңда зейнетақы негізінен мемлекет тарапынан көп беріліп отырды, ал жинақтаушы қорларынан берілетін зейнетақының көлемі әлі аз. Ал ендігі кезеңде мемлекеттен берілетін зейнетақыға қосымша осы біздің жинақтаған қорлардан алынатын зейнетақымыздың да көлемі көбею керек. Ол үшін оған инвестициялық табыс көбею керек. Сондықтан да мына ұлттық банктың және басқа да қаржы институттарының жұмысы осы инвестициялық табыс ретінде кету керек. Екінші мәселе,
ондағы жинақтаған қаражатты алу жөнінде. Әрине ол дұрыс, онда әлемдік практика бар. Мысалы, Сингапурде бір әлеуметтік қорда сіздің зейнетақы шотыңыз да бар, әлеуметтік сақтандыру шотыңыз да бар, жаңағы тұрғын үй шотыңыз да бар. Егер де қайсы шоттан сізде ақша қалып жатқан болатын болса, бір шоттан бір шотқа ауыстыруға мүмкіндігіңіз бар. Ал енді біздің жағдайда да қазір жолдауда қарасаңыз, мемлекет басшысы тарапынан осы әлеуметтік бірыңғай қорды құру жөніндегі мәселені қарастыру керек екені ұсыныс еткізіп отыр. Бұл жөнінде де біз өз ұсынысымызды береміз. Бірақ енді бұл зейнетақы қорларындағы қаражатты жұмсауда сол қаражат азаматтарға кейін зейнеткерлікке шыққан кезде жетеді ме деген есептеп барып қана қарау керек. Себебі бүгін біз ол қаражаттың бәрін алып тұрғын үйге немесе басқа мәселелерге жұмсайтын болсақ, онда ертең азаматтар зейнетақысы да қалуы мүмкін ғой. Сондықтан да мемлекет басшысы осы зейнетақыны өте мұқият түрде қарастыру мәселесін ұсынып тапсырма беріп отыр үкіметке. Біз де бұған эксперттермен бірге өз ұсынысымызды береміз. Елдің бәрі алғысы келіп отырғаны болашақта ол ақша қала ма, қалмай ма, инфляция жоқ қоймай ма деп содан сенімсіздіктен туындап отыр. Енді ол зейнетақы жөніндегі бізде заң бар. Сол заңға сәйкес азаматтардың статьядан қажетті статьясында көрсетілген азаматтардың зейнетақы жинағы толық мемлекет тарапынан қамтамасыз етіледі. Яғни зейнеткерлік жасына шыққан кезіңізде әр жылғы инфляция сол сіздің зейнетақы активіңізге қосылып отыратын болады. Сондықтан да бұл жағынан мемлекет біздің зейнетақы қорларындағы жинағымызды толық кепілдендірген. Сұхбатыңызға рахмет, еңбегіңізге жеміс тілейміз. Келесі кездескенше дегім келеді.